Барыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ерекше бір тағамның рецептісін ұсынғым келіп тұр. Бұл тағам менің жолдасымның күнделікті тапсырысына айналды. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз құймақ пісіріп алуымыз қажет, немесе дайын лавашты қолдануға да болады. Құймақтың рецептісін міндетті түрде видеоның астына ссылкасын қалдырамын. Енді құймақ дайын болды. Біз салмасын дайындаймыз. Қыздырылған табаға сұйық май құйып, пиязды қуырып аламыз, оның үстіне ұсақтап туралған тауықтың төс етін саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне видеода көрсетілгендей осы ұсақ қылып тураймыз. Содан соң 10 минуттан соң дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз. Және де үкіштен өткізілген сәбіз, ұсақтап туралған тәтті бұрышты саламыз. Жақсылап араластырып, шамамен 10 минуттай қуырамыз. 10 минуттан соң кішкене ғана су құйып, тағы да 15 минуттай қуыруымыз қажет. Біздің жаңағы тауық етіміз толықтай пісуі үшін. Енді біздің дайын болған құймақтың ішіне осы салмамызды саламыз. Шамамен 1 қасықтай. Жақсылап осы видеода көрсетілгендей тығыз қылып орауымыз қажет. Мінекей құймақ осындай болып шығады. Барлығын осылай істеп шығамыз. Ал енді осы құймақтарды біз майға қуыруымыз қажет. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет. Осылай жұмыртқаны шанышқымен езіп аламыз. Құймақтарды жұмыртқаға аунатамыз. Одан соң келесі тәрелкеде тұрған панировочный сухарь, яғни қытырлақ нан, соған аунатып, қызып тұрған майдың үстіне шамамен 1 минутта екі жағынан қуырып алуымыз қажет. Кішкене ғана қызаруы керек. Барлығын осылай қуырып алуымыз қажет. Ең бастысы майда көп ұстамаңыздар. 1 минут пісірсеңіздер жеткілікті. Қатты қарайып кетсе, онда ол жаңағы әдемі емес болып қалуы мүмкін. Бұндай тағамды ыстық тағам ретінде қасына картопты пюре қосып берсеңіздер, күріш салып берсеңіздер дәмді болады. Сонымен қатар үстелдің үстіне де тіске басар ретінде де қоюға болады. Өте дәмді, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осылай оп-оңай дайындалады. Егер лавашты жасайтын болсаңыздар, яғни блиныйдың құймақтың орнына лаваш қолданатын болсаңыздар, олай да істеуге болады. Онда лавашты кішкене 2-ге бөліп істеген дұрыс, өйткені лаваш үлкен болады. Немесе кішкентай көлемдегі лаваштар болса, соларды пайдалануға әбден болады. Сонымен қатар осы құймақтардың салмасын өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі қылып істей беруге болады. Мысалға, үкіштен өткізіп ірімшікті салсаңыз, оны kesкен кезде созылмалы болып, сондай әдемі болып көрінетін болады. Кішкене ұсақтап турап картоп салсаңыз да болады. Орам жапырақты да ұсақтап салсаңыздар да болады. Барлығы да өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі фантазияда жасай берсеңіздер болады. Осылай 2-ге бөлеміз. Рулет құсап бірнеше бөліктерге де бөліп қоюға болады. Осылай да істеуге де болады. Ең бастысы дәмді, өте жеңіл, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Өте ерекше болып шығады. Мен отбасыма өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені апта сайын рецепттер шығып тұрады. Соны жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыз. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.